Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұхтарам жамағат. Бүгінгі бір күндік хадисімізде Ибн Мажадан келген Айша анамыздың пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мына сөзін жеткіземіз. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: адам баласының құрбан айт күніндегі ең жақсы, ең сауапты, одан да артық сауап болмайтын амалы ол құрбан шалу дейді. Пайғамбарымыз хадисін жалғастырып, кімде-кім құрбан шалатын болса, қиямет қайымда сол құрбандығы мүйізіменен, жүніменен, тіпті тұяқтармен келіп, сол пенденің осы дүниеде сондай игі амал жасағандығына куәлік болып, сол жақта оған сауап болып жазылады екен. Хадистің жалғасында кімде-кім құрбан шалатын болса, құрбандығының қаны жерге түспестен жатып, Алла оны ниетіне қарай қабыл етеді деді. Сондықтан пайғамбарымыз хадисінің соңында құрбан шалып, адамдарды сол күні қуандыратындардан болыңдар деп бізді осындай изгі амалға шақырды. Құрметті мұхтарам жамағат, міне аз күнде қасиетті қажылық күндерінің 10-шы күнінде, Зүлхиджаның 10-да, яғни тамыз айының биылғы 21-інде қасиетті құрбан айт күні келе жатыр. Құрбан шалу жағдайы келген мұсылманға міндет амал. Кімнің жағдайы келсе құрбан шалуға, қарызы, қиыншылығы болмаса, ол кісіге құрбан шалу міндет болады. Алла тағала оны содан талап етеді. Ол құрбан шалуды жеке өзі қой шалса да болады, немесе 7 адам бірігіп, түйе немесе 2 жастан асқан сиыр шалуға да шариғат рұқсат береді. Сондықтан құрметті мұхтарам жамағат, осы бір игі амалды есімізден шығарып қоймайық. Және де оның сауабын да ұмытып қоймайық. Әр нәрсенің 2 дүниелік жақсылығы бар. Ол құрбандығыңызбен осы дүниенің жақсылығымен бірге ақыреттің де жақсылығына жететіндігіңізді иншалла ұмытпаңыз. Осы нәрсені қаперіңізге сақтап, қазірден бастап ниет етіңіздер. Қазір көп мұсылман елдерінде мұсылмандар қалалық өмірге дағдыланды. Бұрынғыдай емес. Көп мұсылмандар қалалық өмірге дағдыланды. Сондықтан ғалымдарымыз қазір қала мұсылмандарына құрбан шалуды жеңілдетудің фатуаларын қарастырған. Ол деген сөз белгілі бір қайырымдылық қорларда, белгілі бір ұйымдарда немесе мешіттерде ұйымдастырылған осындай құрбан шалу жолдарына тек қана ақшасын төлеп, уәкілдікті мешітке немесе сол қайырымдылық қорға тапсыру арқылы жасауына ғалымдарымыз рұқсат беріп жатыр. Өйткені бір қала тұрғынының құрбан шаламын деп қиындыққа түсіп қалатын жағдайларында ғалымдарымыз осы тұста ескереді. Осыны біз ескеріп, қазір қаламызда Раббың үшін құрбан шал, жетеудің бірі бол деген атпенен жақсы бір игі бастаманы бастадық. Бұл шара жағдай келген мұсылмандардың құрбан еттерін жинап, жағдай жоқ мұсылмандарға таратудың жолын қарастырып отырмыз. Баршаларыңызды осы игі, қасиетті, сауапты амалға шақырамыз иншалла. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын.